Mine жатыр боз далам, Ақтөбе менің бас қалам. Бәйге алсын ағайын, бүгінгі мінген балаң, жас балаң деп атқа мінген. Қайырлы күн достар, елімізде ұлттық спорт бәйгеден Қазақстанның чемпионатының іріктеу кезеңі өтіп жатыр. Бүгін біз Ақтөбе қаласындамыз. Бүгінгі дүбірлі дода қаланың мерейтойына, яғни қала күніне арнап орайластырылған. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай жергілікті халықтың қарасы өте көп, яғни ұлттық спортқа деген жергілікті халықтың қызығушылығын көп көріп тұрмыз. Сонымен бүгінгі бағдарлама әдеттегідей құнан бәйге, топ бәйге және аламан бәйгеден жарыстар өтіп жатыр. Ендеше мықтыларды бірге анықтап, осы көріністі тамашалайық. Турнирдің салтанатты ашылуына Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов пен ұлттық спорт қауымдастығының президенті қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Өткенімізді саралап, болашаққа шығу үшін сөз жоқ. Ұлттық рух та, ұлттық намыс та керек. Оны көтеретін сіздер, оны көтеретін біздер, сонымда республикалық ұйымның басшылығымен осын ары қарай облыста дамытатын боламыз. Ұлттық спорт десе, бәйге десе, қазақ ішкен асын жерге қояды дейді. Баршын білесіздер. Сол себептен ары қарай да елімізде ұлттық спорт, ат спорты дами берсін. Бүгінгі шараға қатысып жатқан шабандоздарға біз сәттілік тілейміз. Республикалық бәйге федерациясы ұйымдастыруымен Ақтөбедегі аймақтық іріктеу кезеңінің жалпы жүлде қоры 20 миллион 900 мың теңгені қамтыды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 65-тен аса сәйгүлік жарысты. Шара аясында ұлттық киім, ұлт ажары атты киімдер байқауы да ұйымдастырылды. Жиенім орын алды жаңағы, Хұрымтау қаласынан келіп. Үшінші орын алды. Қуаныштымыз соған бәріне. Балдар бақытты болсын, осындай бола берсін деймін айналайын. Сонымен 8 шақырымдық құнан бәйгеден Нұртөбел лақабатты сәйгүлікпен Абзал Тұрғанбек атты шабандоз алғаш болып келді. Екінші, үшінші орындар Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстарына бұйырды. Осы ипподромды басында адымдап, аяқпенен өлшеп жүріп салған адамның біріміз. Осымен 3-4 жігіт бастап едік, салды. Қазір шал болдық енді бәрімізде. Қазақ халқына бұндай той өзі бізге керек. Азғантай халықпыз. Мынау бұл ұлттық, бұл қазақ екеніңді, осы елдің иесі екеніңді, осы елдің егесі екеніңді білдіретін той. Ал 14 шақырымдық топ бәйгеден бірінші орынды Ботакөз атымен шапқан Ақтөбе облысының шабандозы Арнұр Саматұлы иеленді. Екінші, үшінші орындарды Астана қаласы мен шығыстан келген мықтылар қанжығасына байлады. Аламан бәйгенің соңғы айналымы өтіп жатыр. Артымызда жүйріктер міне жарыс жолында шауып келе жатыр. Достар, міне артымызда Шымкентте қателеспесем топ бәйгеден алғаш болып келген Ұлытау атты сәйгүлік бірінші болып келді. Қарағандыдан келген тұлпар екінші болып келді. Үшінші болып Батыс Қазақстан облысының Бүркіт атты сәйгүлігімен шабандоз келді. Сонымен соңғы жарыс 21 шақырымдық аламан бәйгеден Ұлытау атты тұлпар мінген Астана қаласының шабандозы Исламнұр Ертөс бірінші болып келді. Айтпақшы, осы Ұлытау тұлпар Шымкенттегі топ бәйгеде топ жарған болатын. Енді айтшы, сен секретің не? Сен неге бірінші орын ала бересің? Ат мықты, аттың бабы жақсы. Бәйгеге дейін жаттықтырасың, күніне дайындайсың, қасында жүресің. Маған дұрыс отыр, сөйтіп үйретеді. Ақтөбе қаласында өткен бәйгеден Қазақстан чемпионатының 3-ші кезеңі осылайша аяқталды. Әр қашықтық түрлерінен 15 спортшы ақшалай сыйлықпен марапатталды. Дархан даламызда барлық сәйгүлік бәйгелі болсын. Өйткені әр атбегінің еңбегі бәйге төбеде анықталады. Тұлпарлардың дүбіріне атойлаған жүректердің дүрсілі қосылғанда қазақтың кең даласы құлақ тіреді. Міне бізде бүгін сондай көріністің куәсі болдық. Сонымен достар, бүгінгі бәйге жарыстарды аяқталды. Оза шауып келгендер өз мақсаттарына жетті деген ойдамыз. Ендеше
келесі Қазақстанның ұлттық спортының бәйгеден іріктеу кезеңінің келесі чемпионаты Көкшетау қаласында өтетін болады. Ендеше еліміздің солтүстік өңірінде кездескенше.